Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, кәсіби психологиялық даярлық және ішкі істер органдарындағы басқару кафедрасы, кәсіби даярлық факультеті. Ішкі істер органдарындағы қызметтегі іс жүргізу және құпиялық режим пәні бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының іс жүргізудің түсінігі, мәні және құқықтық негіздері атты дәріс. Кәсіби психологиялық даярлық және ішкі істер органдарындағы басқару кафедрасының оқытушысы, полиция аға лейтенанты Төлеуханов Шерхан Иранұлы. Бүгінгі тақырып бойынша қарастыратын бірінші сұрағымыз: Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы іс жүргізудегі ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Кәсіпорында құжаттардың құжат айналымы жүйесін дұрыс ұйымдастырудың маңызы аса зор. Құжаттардың негізінде басқару шешімдері қабылданады, даулы мәселелер шешіледі. Іс қағаздары басқару қызметіндегі ерекше бір сала. Оның алғашқы кездегі қызметі ерекше бір фактілерді, оқиғаларды бертін келе қоғамдық өмірдегі және құбылыстарды көрсетіп, қағазға түсіру еді. Сонымен қатар қоғамның алғашқы даму сатысында адамдардың бір-бірімен қатынас құралы ретінде пайдаланылды. Топтық қоғам пайда болғаннан бастап, олар қоғамдық нығайтудағы негізгі құралға айнала бастады. Іс қағаздары өздерінің сипаты мен маңызы жағынан ерекшеленеді. Мәселен, мемлекеттік маңызы бар іс қағаздары сол мемлекеттің жазба түрінде берілген заңы болып табылады. Оларда сол ел мемлекеттерінің құқығы белгіленеді. Іс қағаздарын жүргізу ісінің басты мақсаты мекемелердің үзіліссіз және жемісті еңбек етуін қамтамасыз ету. Іс қағаздарын жүргізу мына кезеңдерден құжат айналымы мекеменің өз жасаған және сырттан келген дайын құжаттармен жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Құжаттау ісіне құжатты дайындау, құру, келісу, толтыру және осы жасау амалдары кіреді. Құжаттау жүйесінің мақсаты белгілі бір талаптардан және құжат жасау іс нормаларынан тұрады. Бір нормалар заңды актілермен белгіленген. Оларға нұсқаулар мен іс қағаздарын жүргізу жөніндегі ведомствоның нормативтік құжаттары жатады. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы іс жүргізуді ұйымдастыру келесі нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы, Қазақстан Республикасының 15 наурыз 99 жылғы мемлекеттік құпиялар туралы заңы, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер туралы заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы мемлекеттік қызмет туралы заңы, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заңы, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі туралы заңы, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы заңы. Жалпы көлемде іс жүргізудің басқарушылық еңбек көлемі басқару қызметшілер үшін 25%-дан 60%-ға дейін құрайды. Жұмыстың спецификасына байланысты құзыретіне сол немесе басқару аппаратының қызметшінің сферасында жүргізіледі. Құжаттардың жалпы функциялары. Әлеуметтік құжат әлеуметтік мәнге ие объект болып табылады. Өйткені ол әлеуметтік қажеттіліктен туындаған әрі сол әлеуметтік жүйеде жүзеге асырылады. Ақпараттық құжат ақпаратты жазып алу, сақтау және тарату құралы ретінде қызмет етеді. Іс жүргізуді ұйымдастыруға үлкен мән беріледі. Біртұтас мемлекетті іс жүргізу жүйесіне ие болады. Яғни негізгі жағдайлардың кешенін көрсететін мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың іс жүргізудегі нормативтері мен ережелерін реттейтін, яғни құжаттың түскенінен немесе құрылғанынан бастап, оны мұрағатқа тапсырғанға дейінгі құжаттардың қозғалысының көрсеткіші.
Біртұтас мемлекеттік іс жүргізудің негізгі жағдайы үш көлемнен құралады. Біртұтас мемлекеттік іс жүргізудің бірінші бөлімінде құжаттардың әдістемесі және техника жұмысы көрсетіледі. Екінші бөлімінде іс жүргізушілік қызметтің құрылысы және реттелуінің жүзеге асуы қарастырылған. Үшінші бөлімде іс жүргізу процесі механикалық облысында түсінік береді. Іс жүргізудің міндеттері. Бірінші міндет. Бұл ішкі істер органдарындағы барлық жұмыстардың дұрыс және жедел нормативке байланысты жүргізілуі. Екінші міндет. Қажет мәліметтерді, ақпараттарды, мұрағаттардан тез табылуы. Үшінші міндет. Техникалық операциялар, өндірістегі құжаттарды нақты және тез арада қабылдау, тіркеу және жіберу. Төртінші міндет. Құжаттардағы мемлекеттік және қызметтік құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету. Бесінші міндет. Құжаттардың орындалуына жүйелендірілген бақылау жасау. Және алтыншы міндет. Құжаттармен жұмыс істеу барысында күш пен құралдарды үнемдеу. Ішкі істер органдарының қызметкерлері іс жүргізудегі функционалды міндеттемелерін ұйымдастыруда және жүзеге асыруда әртүрлі міндеттерге ие болады. Іс жүргізудегі жүзеге асырудағы және ұйымдастырудағы ішкі істер органдарының басшысының функционалды міндеттемелері. Іс жүргізуді жүргізуші қызметкерлерге қажетті жағдайларда қамтамасыз ету. Құжаттардың жоғалып кетпеуіне, мемлекеттік немесе қызметтік құпиялардың жарияланбауына қажетті шараларды ұйымдастыру. Уақытылы аппараттарды қарау. Мерзімі, орындалу тәртібін қадағалау. Іс жүргізуді жүзеге асырудағы және ұйымдастырудағы ішкі істер органдарының хатшысының функционалды міндеттемелері. Ішкі құжаттамаларды сақтау және рәсімдеу, ақпараттарды қабылдау және тіркеу, басшылықты қабылдау және тіркеу, құжаттардың орындалу сапасына және мерзіміне бақылау жасау. Істің жойылуына және сақталуына байланысты стенографияландыру басқа міндеттері. Іс жүзіндегі басқа да міндеттемелердің орындалуына. Құжат және құжаттың белгілері. Таза құжат, құжаттың бастапқы жазбасы, түпнұсқа құжат, төл құжат, құжат көшірмесі, құжаттың куәландырылған көшірмесі. Іс жүргізуді жүзеге асырудағы және ұйымдастырудағы ішкі істер органдарының инспекторлық құрылымы функционалдық міндеттемелері. Іс жүргізу бөлімшелерден алынған құжаттарды орындау, құжаттарды дұрыс рәсімдеу, құпия құжаттармен жұмыс істегенде арнайы нұсқаулықтарды сақтау, жедел және тергеулік құжаттардың есебін, тіркелуін және сақтауын жүзеге асыру. Ұйымдастырудың құқықтық негіздерін 2012 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың бекіту туралы нөмірі 33 бұйрығымен қарайды. Барлық іс жүргізумен айналысатын бөлімшелерде өздерінің функционалды міндеттері бар және де біздің еліміздің заңдарына сәйкес жауапты болады. Іс жүргізу құжат жүйелерін құжаттауды және құжаттық қамтамасыз етуді, сонымен қатар құжат жиынтығын және олармен жұмыстар жиынтығын қамтиды. Ішкі істер органдарының қызметін басқарушылық бөлімі әрқашан құжаттармен жұмыс істеу санатына жатады. Сонымен қатар олар көбінесе іс жүргізу функциясын орындайды. Іс қағаздарын жүргізу. Іс қағаздарын жүргізу. Мемлекеттік стандарттарға сәйкес құжаттармен іс қағаздарын жасау және солармен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. Атап айтқанда құжаттардың жүру барысында іздестіруге және сақтауға жағдай жасау қызметі. Осы нұсқаулықта белгіленген құжаттармен жұмыс істеудің ережесі мен тәртібі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметкерлері мен барлық құрамдық бөлімшелер үшін орындалуы міндетті. Тұтастай алғанда, іс жүргізудің мән-жайы үшін іс жүргізу міндетін орындайтын қызметкерлердің жұмысына қажетті жағдайларды қамтамасыз ету жауапкершіліктері орган басшылары мен олардың құрылымдық бөлімшелеріне, ал іс қағаздары мен құжаттардың есебін жүргізу, сақталу мен уақытылы жылжуы және олардың бөлімшелердегі орындалуын қадағалау хатшылықтардың басшылықтарына жүктеледі.
Тағы да біздің қарастыратын екінші сұрағымыз: ішкі істер органдарында іс жүргізудің негізгі элементтері, ішкі істер органдарындағы жалпы және арнайы іс жүргізудің жалпы сипаттамасы. Ішкі істер органдарындағы іс жүргізудің міндеттері: құжаттарда қамтылған мемлекеттік және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету, құжаттардың орындалуын жүйелі бақылау, құжаттармен жұмыс кезінде жұмыс күші мен ақшаны үнемдеу, барлық жұмыстарды құжаттарда дұрыс және жылдам көрсету, ағымдағы істер мен мұрағаттағы ағымдағы ақпаратты жылдам табу, корреспонденциялық қабылдау, есепке алу және жіберу бойынша техникалық операцияларды дәл және жылдам өндіру. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы іс жүргізу құрылымы. Құжаттандыру жүйесі. Бұл құжаттар жиынтығы арнайы түрдегі бір-бірімен қатысты әрекет етуші. Құжаттандыру. Бұл құжаттарды құрау, рәсімдеу және дайындау. Құжат айналымы. Бұл орган ішіндегі құжат айналымы, яғни құжаттарды сақтау, тіркеу, тіркегеннен кейін техникалық операциялар жасау, алғаннан кейінгі орындалуы. Ішкі істер органдарындағы іс жүргізудің элементтері. Құжаттары А4 форматта, А5 форматындағы таза ақ қағаз парақтарында жасалады, және жиектері кемінде сол жағынан 20 мм, оң жағынан 10 мм, жоғарғы жағынан 10 мм, төменгі жағынан 10 мм болады. Құпия құжаттары мен іс жүргізу және құпия хат алмасу кезінде арнайы түрлерді қолдану Қазақстан Республикасының құпиялық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықта бекітіледі. Электрондық құжаттардың форматтары: графикалық формат, мәтіндік формат, кестелік формат, таныстырылымдар, архивтелген формат. Кейінгі жылдары іс жүргізудің техникалық процесі көптеген мемлекеттік органдарда және коммерциялық ұйымдарда жақсы көрсеткіштерді көрсете бастады. Бұл үлкен жетістік жоғарғы компьютерлік саласына көшуіне байланысты. Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету. Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету жүйесін ұйымдастыруды, жүргізуді және жетілдіруді, әдістемелік басшылық жасауды және архив ісімен басқарумен айналысады. Басқару функцияларын іске асыру кезінде құжаттармен жұмыс жасау және ұйымдастыру мәселелерін қамтитын іс қағаздарын жүргізу қызметі басқару жүйесі болып табылады. Жалпы кеңсе құрылымы 3 элементтен тұрады. Бұл құжаттама, құжаттандыру және құжаттарды рәсімдеу жүйесі. Құжаттарға қойылатын талаптар, реквизиттер. Бірінші. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының немесе эмблеманың, логотиптің, тауар белгісінің, қызмет көрсету белгісінің бейнесі. Екінші. Ұйымның ресми атауы. Әрі қарай, ұйым туралы анықтамалық деректер. Құжат түрінің атауы. Құжаттың датасы. Құжаттың тіркеу номері, яғни индексі. Кіріс құжаттың тіркеу номеріне, индексіне және датасына сілтеме. Құжаттың жасалған немесе шығарылған жері. Құжатқа қолжетімділікті шектеу грифі. Адресат. Құжатты бекіту грифі. Қарар. Құжат мәтініне тақырып. Бақылау туралы белгі. Құжаттың мәтіні. Құжатқа қосымшаның болу туралы белгі. Және соңғысы қолы. Жалпы құжат ұғымы білімнің көптеген саласында қолданылып, тұтас бір ғылыми пәндер қатарындағы зерттеу объектісі болып табылады. Бұл ғылымдардың әрқайсысы құжатқа анықтама беруде қандай өлшемдер, құжаттың мәтіні, нысаны, ақпаратты жазу мен дыбыстап жазу, бейнелеу тәсілі тағы басқалары. Негіздеме ретінде алынғанына қарай өз тәсілдерін ұсынады. Сұрағымызды қорытындылай келе,
Құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы құқық қорғау органдарының қызметін жетілдірусіз мүмкін емес. Бұл көбінесе тергеу, анықтау және жедел ақпарат қызметкерлерінің кәсіби дайындық деңгейіне байланысты. Қылмысты тез және дұрыс аша білу, оны жасауға кінәлі адамдарды анықтау, қылмыстың мүмкін болған себептері мен мән-жайларын анықтау, жедел іздестіру қызметін, қылмыстық іс жүргізу заңдық нұсқамаларын, сот медициналық тактика мен әдістеменің ұсынымдарын терең білуі талап етеді. Осы талаптардың жиынында іс жүргізу маңызды орын алады. Тиісінше қызметкердің кәсібилігін арттыруға және бір аспект іс жүргізу бойынша білім мен қызметтік құжаттарды құрастыру және олармен жұмыс істеу дағдылары кіреді. Соңында тақырыпты қорытындылай келе, ұйымдарда құжат айналымының талапқа сай ұйымдастырылмауы, құнды құжаттардың жоғалуына, кәсіпорын жұмысының жүйесіздігіне алып келеді. Сондықтан бұл тақырыптың маңыздылығы өте зор екені барлығымызға анық. Назарларыңызға рахмет.